құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Magic KZ. Бүгінгі бізде Minecraft ойыны. Бұда біз артымызда тұрған туларды бояйтын боламыз. Және де бұл мод емес, ешқандай. Бұл туды бояйтынды мен туға сурет салуды кеше ғана білдік. Осыны егер осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Онлайн жиналса келесі видео шығады. Майнкрафт туралы достар, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Біз достар, бізге келеді верстакқа кіреміз да, мінім бәрі қаратуға аламыз да. Крепердің бағын ойымыз, жаңына любой бірінен ойымыз. Міне достар, креперді шықты. Бұл өте күшті. Достар, қараңыз қандай әдемі десек те болады. Достар, оны кеше ғана білдім. Өте күшті. Нешке олар жасалған туларды. Енді біз бұны қоймыз. Крепердің басын қойайық тағы да. Бұны қойайық. Аққа ой көрейік. Және бәрін қоймыз. Ең көтіне қайтадан. Достар, міне осындай түрде қойсаңыздар, какабо деген. Достар, осындай түрде қоясыздар, міне сол кезде осындай бізде тағы да крепердің басын суреті, бірақ ортасында сызығы бар, какабо дегенмен. Енді екіншісі бізде мынаумен достар. Koyalım da. Biraz adımımız var. Bir жақсы туды бойы оғап өт. Бұрын соң білген тұндақтар оны. Басқа бірісі. Верстак koyalımız. Sarkı ortağa koyalımız. Karamı koyduk. İçeri koyduk. Yaklarını koyduk. Şimdi biz koysamız koyduk. Başka dostlarım olsa olalım ki. О, достар! Тек қана крепердің басы емес. Достар! Өте тамаша. Қараңыздар, достар, қандай әдемі. Крепердің басын крепердің басы. Алайық. Қазір крепердің басын проверим. Мен бұны бір программадан көрген негізі. Содан көрген. Крепердің басын алайық. Базаға қойық. Қызылнашқа қоямыз. Өте күшті версия достар. Бұл версия видеоның соңында болады. Типтің басын қызылнашқа. Қызыл болмайтыне.
өте жақсы достар. Енді тағы да жазыламын екен. Ағаш скелеттің басын көрейік. Болмайды екен. Негізі неше түріне қасқырды құрап шығаруға болады достар. Оны не өзінің рецебі бар. Қалай жасалатынын. Сондықтан достар, сау болыңыздар. Егер видеоны лайк басып каналға жазылыңыздар. Келесі видео шықсын десеңіз 15 лайк. Әлде 10 лайк болса жетеді. Келесі видео шығады 10 лайк жиналса. Майнкрафт туралы достар, сау болыңыздар.